Саламатсыздар ма, құрметті дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі қаржыға кіріспе пәніміз бойынша дәріс тақырыбы ұлттық экономикадағы қаржы және ақша несие жүйесі болмақ. Мұнда дәрістің басты мақсаты күнделікті біз банк, несие, қаржы, ақша осындай терминдерді күнделікті қолданамыз және жиі естиміз. Міне сол себептен де тақырыптың басты мақсаты осы банк, ақша, несие жүйесін толық түсіну болмақ. Ал енді осы дәріс тақырыбындағы қарастырылатын негізгі сұрақтар: қаржы және қаржы жүйесінің мәні, екінші мемлекеттік бюджет, үшінші ақша және несие, және төртінші банк жүйесі және оның атқаратын қызметтері. Бірінші сұрақ бойынша қаржы және қаржы жүйесінің мәні. Мұнда қаржы дегеніміз қоғамның ақшалай қаржы қорларын құру мен пайдалану жөніндегі экономикалық қатынастар жиынтығы. Ал қаражат жүйесі дегеніміз ақша қорының пайда болуындағы және пайдалануындағы, сонымен қатар оны ұйымдастыру органдары мен ұйымдарының арасындағы қарым-қатынастарды жиынтықта айтамыз. Қаражаттың функционалдық ішкі жүйесіне салық, бюджет, қаражат жоспары және қаражат көрсеткіштері жатады. Қаржы жүйесінің негізгі буыны мемлекеттік бюджет болып табылады. Қаржының атқаратын негізгі 4 қызметін айтып өтейік. Бірінші бөлу, екінші бақылау, үшінші шоғырландыру және реттеуші. Бөлу қызметі қаржы арқылы материалдық және материалдық емес салаларды арасындағы қаржыны бөледі және оны қайта бөледі. Екінші бақылау қызметі ақша қаржының пайда болуын, бөлінуін және нормаларға сәйкес реттей отырып, оның қозғалысын бақылап отырады. Үшінші қаржы шоғырландыру қызметі мемлекеттің экономикалық қызметін жүргізу үшін оның материалдық негізін жасайды. Төртінші реттеуші қызметі қоғамдағы өндірістер мен және микро-макро экономикалық пропорцияны реттейді және соның негізі құралы болып табылады. Қаржы жүйесінің қаражат қатынастарына байланысты, оның қатысушыларына байланысты мынадай үш ішкі жүйеге бөліп қарастырамыз. Бірінші мемлекеттік қаржы, екінші кәсіпорынның қаржысы және халықтың, яғни үй шаруашылығының қаржысы. Мемлекеттік қаржы дегеніміз ол ақша қаражаттарынан тұрады. Мемлекеттік қаржы әлеуметтік қамтамасыз етуге, заңдылық пен құқықты сақтауға, қорғаныс пен шаруашылықты басқаруға жұмсалады. Мемлекеттің қаржыларына мемлекеттік бюджет, мемлекеттік несие, мемлекеттік банк және валюталық қорлар жатады. Ал кәсіпорынның қаржысы меншікті және займдағы қаржылар. Материалдық ынталандыру қоры, резервтегі қор, сақтандыру қоры кәсіпорынның қаржысына жатады. Ал халықтың үй шаруашылық қаржылары ол коммерциялық және халықтық банктегі сақталған халықтардың қаржылары, яғни зейнетақы қорларындағы қаржылары жатады. Мемлекеттік бюджетке қысқаша тоқталатын болсақ, мемлекеттік бюджет дегеніміз мемлекеттің негізгі қаржылық жоспары. Ол мемлекеттің шығындары мен табыстарының балансы. Мемлекеттік бюджет республикалық және жергілікті болып бөлінеді. Оны төмендегі кесте бойынша қарастырамыз. Мемлекеттік бюджеттен төленетін төлемдер қаржы бөлу, субсидиялар, субвенциялар, дотациялар болып бөлінеді. Қаржы бөлу дегеніміз мекемелер мен кәсіпорындардағы қаржыландыруға берілетін ақшалай қаржы. Субсидиялар мемлекеттен берілетін ақшалай көмек түрі. Субвенциялар дамудың нақты мақсаттарына арналған мемлекеттік ақшалай көмек. Ал дотациялар шығындарды жабуға арналған ақшалай қаржы. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесін жаңағы жоғарыда айтып өткендей, ол республикалық және жергілікті бюджет болып екі деңгейден тұрады деп айттық. Ал енді жергілікті бюджеттердің өзі осы облыстық бюджеттер және Астана, Алматы қалаларының бюджеті болып бөлінеді. Облыстық бюджеттің өзі аудандық, қалалық, селолық болып бөлінеді. Ал Астана, Алматы қалаларының бюджеті қалалық және Алматы қаласының және Астана қалаларының бюджеті болып бөлінеді. Ал енді ақша және несиеге қысқаша мәліметтер бере кететін болсақ, ақша дегеніміз бұл зат емес. Ол затта емес, байлықта емес. Ол өндірістік қатынас. Ақша айырбас құралы ретінде барлық адамдармен қабылданатын және басқа тауарларды, қызметтерді бағалауға қызмет ететін кез келген тауар немесе символ. Ақшаның айналыс құралы қызметі сатып алу мен сату кезеңінде құралады. Ал несие дегеніміз ол латын тілінен шыққан кредитиум, яғни қарыз деген мағынаны білдіреді. Несие жеке немесе заңды тұлғаларға
белгілі бір уақытта қайтаруға және пайдаланғаны үшін белгілі бір мөлшерде пайыз төлеу жағдайында қарызға берілген мүлік немесе ақшаны несие деп айтамыз. Несие бұл қайтарып беру мақсатында құралады. Несиенің негізгі құрылымдарын атап айтатын болсақ, оларға несие беруші, несиеленген құн, қарыз алушы жатады. Несие беруші кімдер? Яғни олар мемлекеттер, банктер, банк типтес мекемелер, қаржылық ұйымдар және халықаралық қаржы ұйымдары. Ал енді несиені кімдер алады? Яғни қарыз алушылар кімдер? Олар заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар. Несиенің негізгі түрлеріне келетін болсақ, несиелеу объектісі бойынша, әрекет ету мерзімі бойынша, несие сипаттамасы бойынша болып бөлінеді. Несиелеу объектісі бойынша банктік және коммерциялық болып бөлінеді. Коммерциялық несиелер тауар түрінде беріледі, ал банктік несиелер ақшалай түрде беріледі. Әрекет ету мерзімі бойынша қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді несиелер болып бөлінеді. Қысқа мерзімді несиелер 1 жылға дейін беріледі. Орта мерзімді несиелер 1 жылдан 3 жылға дейін беріледі. Ал ұзақ мерзімді несиелер 1 жылдан 3 жылға дейін және 5 жылға дейін беріледі. Несиелер сипаттамасы бойынша тұтыну, ипотекалық, халықаралық және мемлекеттік болып бөлінеді. Ал енді банк жүйесіне қысқаша мәлімет беріп өтетін болсақ, банк дегеніміз бұл ақша қаражатын жұмылдыру және оны несие түрінде орналастыру. Банк заңдарына сәйкес басқа да операцияларды жүзеге асыру үшін жаратылған ұйым. Банк итальян тілінен банк деген мағынаны білдіреді және ол қазақ тілінде айырбас орындығы және айырбас орны деген мағынаны білдіреді. Ұлттық экономикадағы барлық банктердің жиынтығы елдің банк жүйесін құрайды. Банктың негізгі атқаратын қызметтерін мынадай төмендегідей етіп топтастырамыз. Бірінші, банк уақытша бос ақша қаражаттарын тартады, жинақтау және оны қарыз капиталына айналдыра алады. Екінші, айналымға несие құралдарын шығарады. Үшінші, банк кәсіпорынға, мемлекетке, жеке тұлғаларға несие береді және бағалы қағаздармен операциялар жүргізеді. Төртінші, банк экономикалық және қаржылық кеңес береді. Бесінші, ақша айналымы реттейді. Банк есеп айырысу жүйесі арқылы өзінің клиенттеріне айырбас, капитал және ақша айналымын жүргізуге үлкен мүмкіндік береді. Қазіргі кезеңде нарық экономикасы дамыған мемлекеттерде көп 2 деңгейлі және 3 сатылы банк жүйесі құралған. Оларды жеке бөліп көрсететін болсақ, олар бірінші деңгейдегі банк жүйесіне орталық және ұлттық банк жатады, ал екінші деңгейдегі банк жүйесіне коммерциялық банктер жатады. Үшінші сатыдағы банк жүйесіне банктік емес, бірақ қаражат несие институттары жатады. Орындайтын айрықша қызметтеріне байланысты банктер эмиссиялық банктер және эмиссиялық емес банктер болып бөлінеді. Эмиссиялық банктер ақша белгілерін шығаруға құқысы бар негізгі несие ұйымдары. Эмиссиялық емес банктер олар екінші деңгейлі банктер, яғни олар коммерциялық банктерді жатқызамыз. Қорыта айтатын болса қысқаша, несие жүйесінің негізгі буында ол банктер. Бұл банктер мемлекет пен кәсіпорындардың, яғни жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мектеп пен ауруханалардың және халықтың бос ақша қаражаттарын шоғырландырып, оларды іс жүзінде капиталға айналдыра алады. Мемлекеттік несие жүйесінде коммерциялық банктердің алатын орны өте зор. Бүгінгі дәрісіміз осылай аяқталады. Дәрісімізді назар аударып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.